Қасқыр десе құлағым елең ете қалады. Ежелгі танысым ет жүрегі елжіреп іздеп келіп тұрғандай жалт қараймын. Дауыстап айтпасам да қане деген құмарлық ішінен тасқындап шығып көзімде жылт ете қалатын секілді. Бүгін байқап отырсам, бұл қасқырмен балалық шағымнан арбасып келеді екенмін. Бәлкім сол бала кезде зығырданып қайнап есем кетіп жүргендіктен де өсе келе аңшы болған шығармын. Ол сонау соғыс жылдары соғыстан кейінгі халық шаруашылығының қалпына келтіру кезеңіндегі қиын жылдар еді. Қысқасы, елімізге молшылық орнағанға дейінгі кез болатын. Мен сол жылдарда 5-ден 10-шы бітіргенге дейін жазда мал бағып, үй ішіне аздап көмек көрсететінде еңбек етіп, қолғабысымды тигізіп жүрдім. Келісім бойынша қойды, кей жылдары тайыншаларды бір жұма күндіз бағатынбыз да, бір жұма түнде күзететінбіз. Қолымызға беретін жалғыз оғы бар 28-ші калибрлі берденке мылтық. Қара дәрімен оқталған патронның даусы атқан кезде жер дүниені басына көтеріп жаңғырға алысқа кетеді. Алғашқы қой күзеттерінде қорқып жүрдім. Кейіннен қасқыр қойға шапқанмен адамға өз бетімен тиіспейтінін білген соң үйреніп алдым. Жаппай жусаған қойға қарап отырып, қасқырдың қай жақта кетіп бара жатқанын сеземін. Оның сыры мынада екен. Қой малы түнде тегіс жатып қалмайды. Ортада біреуі күйіс қайырып, күзетте түрегеп тұрады. Ол біраз тұрған соң жерді тарпып жіберіп жатады. Сонда оның жанындағы екінші бір қой түрегеліп күзетті қабылдап алады. Олар жай ғана күйіс қайырып тұрмайды, шын мәнінде күзетте болады. Менің бар назарым сол күзетші қойда. Сонда әлгі қой қасқыр алыста ма, жақында ма, қай жерде кетіп барады, одан көз алмай, соның ыңғайымен бұрылып қарайды да тұрады. Сондағы байқағаным, қасқыр үнемі қойға айдың астымен келеді екен. Жан-жағың тәуір көрінгенмен көзің ай жарығымен шағылысып, қашанда айдың асты қараңғыланып, жер бауырлап, бұқпантайлап келе жатқан түз тағысын көре алмайсың. Осындай қой мен қасқыр арасындағы аңдысудың сырын біліп алған соң мен үнемі ай жақ шетте отырамын. Орнымды аймен бірге жылжытып ауыстыра беремін. Бір күні қалғып кеткен екенмін. Қой дүр етіп үріккен кезде шошып оянсам, ай менің сыртымнан едәуір жерге ауып кетіпті. Жалма-жан қолымдағы берденкенің оқ тесерін қайырып, ай астына қарай шүріппесін басып жібердім. Мылтығымның даусы жер жарып, жаңғырып бір қиянға кетіп барады. Қойлар да тыншықты. Түрегеп барып, айдың тұсына тағы жайғастым. Әсіресе Қасекеңнің малды түнде көп айналдыратын кезі үркердің аспанға шыққан шағы, яғни тамыз айынан басталады.